Баршаңызға сәлем. Құндылық арнасында жаңа әңгіме. Сәби сүйгім келеді. Жаңыл қасынан өткен әрбір сәбиге телміріп, еміреніп қарап отыр. Өмірдің мәні мен сәні сәби екенін енді түсініп отырғандай. Көздерінен еріксіз жас моншақтап жерге түсуде. Бақыт осы бір сәбиге тірілгеніне іштей қапалы. Мен не жаздым, мені сәбимен сынайтындай. Кімге не жамандық жасадым екен, дейді. Қай жерден қате кетірдім. Ерланның маған деген махаббаты өшті ғой. Қу тіземді құшақтап, өзім қалам ба деп болашақты ойлап, өз ойынан қорқып кетті. Жоқ, Ерлан мені жақсы көреді ғой. Бірге бәріне жетеміз, бір-бірімізге демеу боламыз деп келіскен едік қой. Ерланның олай жасауы мүмкін емес, дейді. Өз ойымен арпалысып отырып, қалай кеш қарайып қалған білмей қалды. Қой, үйге барайын деген ой тұрса да, аяғын санап, сүйретіп әрең келе жатыр. Сол үйге еш барғысы жоқ. Не айтам, менен жақсы жаңалық күтіп отырған шығар. Таңертеңгісін дәрігерге көрінуге кететінін біледі. Бірер күн бұрын жүрегі айнып жүргенге көтердім бе деген үмітпен дәрігерге барса, ештеңе де жоқ. Бірақ неге көтермейтініңді білмеймін, көтере алатын қабілетің бар, денің сау, үміт үзбе деп жібереді дәрігер. Расында үйіне келсе енесі мен жолдасы асыға күтіп отыр екен. Кіргеннен сұраулы жүзбен Жаңыл жаққа қарап еді, үндеместен бөлмесіне кіріп кетті. Екеуі де ештеңе сұрамады. Шамасы білді ғой, еш нәтиже жоғын. Жаңылдың жаралы жүрегіне жара салмайын деп, жолдасы да барынша көңілін аулап жатыр. Жаным, мен сені жақсы көрем. Бәрі алда, барлық сынаққа төземіз. Еш мойыма, мен сенің жаныңнан әркез табыламын, дейді. Ерланның бұл сөздері Жаңылды қайта қуаттандырғандай. Өз-өзіне келіп кешкі тамақтың қамына кірісіп кетеді. Ерлан мен Жаңылдың үйленгеніне 5 жыл болды. Екеуі студенттік шақта танысқан еді. Екеуі де ауылдың қара томалақ қызы мен ұлы. Бір жоғары оқу орнына түсіп, сол жерде танысқан. Достасып, 2-3 жылдай жүреді. Бір-біріне бауыр басып, көрмесе тұра алмастай халге жетеді. Оқуды аяқтап екеуі шаңырақ көтереді. Дүркіреп тұрып той өтеді. Ерланның әкесі жоқ еді. Ерлан кішкентай кезінде о дүниелік болып кеткен. Әкесінің армандаған тойын өткізгеніне анасы қуанды. Әкесінің жоқтығын білдіртпеуге тырысты. Ерлан 4 қыздан кейінгі жалғыз ұл. Анасы барын салып, мектептің полын жуып, балаларын оқытып-шоқытып, бір-бір дипломнан алып берген. Әкелері болмаса да ешкімнен кем қылмай өсірді. Енді міне барлық балаларын аяқтандырып қуанып жүр. Осы балалардың бейнетін көрдім, енді тек рахатын көрейін дейді. Жаңыл келін болып түскеннен, маған немере туып берде, өздерің қыз бен жігіттей болып жүре беріңдер, мен қараймын дейтін. Міне сол немересін күтіп жүргеніне бақандай 5 жылда өте шығыпты. Ерланның анасы момын, көрегенді дана кісі еді. Келіннің қандай жағдайда жүргенін түсініп ештеме айтпайтын. Басқа біреу болғанда баяғыда-ақ балама туатын әйел әперемін деп ажыратып жүруші еді. Бұл кісі жатса да тұрса да бір немерені аңсап, Құдайдан немерелі болсам деп сұрап жүр. Көршілермен сөйлесіп қалса болды, анау бедеу келіннің әлі жүрме, неге тумайды? Жаспын деп әлі жүрме? Деп тиісетіндер де шықты. Оған еш саспастан мен өзім айтып отырмын, жұмыстарыңды істеп, жағдайларыңды жасап алыңдар деп. Балалы болған соң жағдайын жасау керек, оқыту керек. Қазір заман қиын, бәрі қымбатшылық. Мен өзім оларды тоқтатып отырмын, деп барлық нәрсенің артын жауып қоятын. Кімнің аузына қақпақ боласың? Пәленшенің келіні бедеу, онымен түскендердің кемінде 2 баласы бар. Бұл әлі жүрмісін бұзбаймын деп, ана байын аясан етті, бір бала туып берсе болады ғой, деген неше түрлі өсектер де жайылып кететін. Қайтсын, айтқан адам айтады да қояды деп, ештеме естімегендей Жаңыл жүр. Бірақ іші алай-дүлей болып жүретін. Осы 5 жыл ішінде не істемеді десейші? Кім не айтса да құлағы елең етіп, барып емделіп келетін. Қит етсе қайын әпкелері осыны сүйрейтін. Бірақ барған жердің бәрінен еш ем болмайды. Бәрінің айтатыны деніңіз сау, көтересіз.
Құдай сізге сәл кешіктіріп берейін деген шығар, сабыр қылыңыз дейді. Сабырлықпен осынша уақыттың тез өтіп кеткенін білмей қалды. Бармаған жері, баспаған тау қалмады. Енді түбегейлі үмітін үзгендей болды. Жаңылдың ойы жолдасына тек тоқал алып беру болды. Ерланның бұл өмірде баласы болғанын қалап, жолдасына жайлап айтып көріп еді. Жолдасы ашуланып, тыңдамай үйден шығып кетті. Артында жылап жаңыл қалды. Енді не істе дейсің маған? Саған бір ұрпақ туып бере алмадым. Саған жасаған жақсылығым тек осы ғана, дейді. Әбден жылаған жаңыл ұйықтай алмады. Барлық ойы қалай жасасам дұрыс болады, Алла маған дұрыс жолын көрсете көр деп жатыр. Түннің бір уақытында Ерлан келді. Өзі ішіп алғанға ұқсайды. Арақтың иісі бөлмені алып кетті. Жаңыл өтірік қана ұйықтап жатқандай кейіп танытып жатыр. Ерлан қасына келіп жатты. Жылап жатқанын білінеді. Қанша ер азамат болса да, бұл жағдай оған да қиын соғып жатқаны анық. Өзімен өзі сөйлеп қояды. Жаным, сені жақсы көрем ғой, сол үшін де балам болмаса да разымын. Сенмен өткен әрбір күнім бақытқа толы. Сенің күлімдеп жүргеніңді көрсем болды. Еш мұңаймаш, маған тоқал дегенді айтпаш, мені олай қинама, дейді. Бұл сөзді естіп жатқан жаңылдың көзінен жасы еріксіз ағып жатты. Таңертеңгісін ештеме естімегендей, ештеңе болмағандай Ерланға қайта күлімдеп жүре берді. Ерланның сөзінен кейін мен күлімдеп жүрсем Ерлан бақытты екен ғой деген ой келді. Өз-өзін қамшылап, енді Ерланға бала асырап алу жөнін айтпаққа бел буды. Ерлан осы жайында талай сөз қозғаған еді, бірақ жаңыл келіспей жүрген еді. Мен сенің балаңды туып бергім келеді деп. Міне, бүгін асырап алу жөнінде сөйлесіп, екеуі өзара келісімге келді. Екеуі де бақыттан басы айналып жүр. Осы жаңалықпен бөліспек болып қайын әпкелерін үйге шақырып, өз шешімін айтады. Ерлан бұл уақытта жұмысында еді. Бұндайды күтпеген қайын әпкелері қуанып, құттықтап жатыр. Жаңыл бәрінің қуанғанына өзі де қуанышты болып жүр. Тамақ шайларын беріп, сиыр сауып келейін деген жаңыл сыртқа шығып кетеді. Қора жаққа барса, бұзауы еміп қойған екен. Қой бүгін маған сүт бұйырмаған екен деп үйге ерте келіп қалады. Есіктен кіргенде өз құлағына өзі сенбеді. Бір әпкесінің сөзін құлағы шалып қалады. Әпкесі, Ерланның бала сүймейтінін білсе не болар еді, деп жатқан екен. Аптығып ішке кіреді де, сіз не деп отырсыз, дейді әпкесіне қарап. Дұрыс түсінбей қалдың, деп әпкесі ақталып әлек. Жоқ, мен бәрін естідім, бұл қалай болғаны? Ерланның бала сүймейтіні сіз бәрін біліп ештеңе айтпадыңыз ба? Маған бәрін айтыңыз, деп төбелеп тұрып алады. Кешірші жаңыл, кешірші мына бізді. Иә, рас, Ерлан бала сүйе алмайды. Оның бала сүю қабілеті өте аз. Саған айтсақ, Ерланды тастап кетеме деп қорықтық. Сондықтан ештеме айта алмадық, дейді. Бұл қалай болғаны, қай уақыттан бері білесіз? Кішкентай бала күнінен білеміз. Кішкентай күнінде операция жасалып, дұрыс жасамаған екен, дейді. Төбесінен мұздай су құйғандай абдырап, неге айтпадыңыздар? Бәрін біліп мені ақымақ қылдыңыздар ма? Мен өзімді кінәлі сезініп, қанша ұйқысыз жылаумен түндерді өткізгенімді білесіздер ме? Мені арада бері сүйрелеп емдеттіңіздер. Маған оңай ма қайта-қайта ем қабылдау? Бәсе, неге тек мені ғана апарады дейм? Бәрін біліп қалмасын деген екенсіздер ғой. Бар нәрсені маған жауып қоя салғандарыңыз ба? Осы уақытқа дейін айтпай не істеп жүрсіздер? Бір шешімін табар едік қой. Тастамас едім ғой Ерланды. Жақсы көріп үйлендік емес пе біз? дейді. Мен болсам ұрпақсыз өтпесін деп тоқал әпермекші болдым. Қаншама уақытты жоғалттық, осы уақытқа дейін айтқанда мен түсінер едім, деп ағыл-тегіл болып жылайды. Бір кезде Ерлан біле ме бұл жағдайды? Жоқ, оған айтпаш, жалына, білмейді. Ол кезде Ерлан кішкентай, оған айтпадық, дейді. Мүмкін осы аз мүмкіндікпен де әке болатын шығар деген үміт болды бізде. Сондықтан ештеңе айтпадық. Сіздер сонда мен ойламай, өз інілеріңізді ойладыңыздар ма? Мен ту сыртынан естімегенде әлі де құпия болып қалар ма еді?
деп жаңыл әбден осы уақытқа дейін ішінде жатқан бар өкпе назын айтып бір жеңілдеп қалды. Сосын әпкелеріне қарап, ерлан жұмыстан келіп қалады, сыр бермеуге тырысайық, ерлан естісе оған ауыр тиеді, ол мұндайға шыдай алмасы анық, дейді. Ерлан да жұмысынан келіп әпкелерінің келгеніне мәз, арқа жарқа болып әңгіме айтып балалы болатынына қуанып отыр. Еш түр білдірместен өзін жинап алған жаңыл да күлімдеп шыға келді. Жаңыл ерланды еш жазғырмады. Ерлан білмеген, мені бедеу деп жүрсе де, маған қолдау көрсетіп, осынша уақытта бала туып бермедің деп бір ауыз сөз айтпап еді. Сол үшін де Ерланға ештеңе айтпады. Жабулы қазан жабулы болып қала берсін. Бәріне кінәлі дәрігерлер, бір отбасын баладан ажыратқан. Тағы да зырғып ай өтті. Жаңыл енді бала асырап алудан бұрын жолдасын тексертпекші болды. Екеуміз бір ем қабылдап көрейікші, соңғы өтінішім осы болсын. Болмаса асырап аламын, дейді. Оған келіскен Ерлан анализдерін тапсырады. Бірақ анализді алуға барғанда дәрігермен өзі сөйлеседі. Дәрігердің айтуы бойынша бала көтеру мүмкіндігі бар, бірақ 10% ғана деп түсіндіріп айтады. Эко жасатуға болады деп шығарып салады. Ойлана келе жолдасына өзінің баласын босанғысы келетінін айтқан, эко жасатуға көндіреді. Жан жақтан әке шешесінен ақша алып, өздерінің жиған тергенін алып, эко орталыққа келеді. Барлық анализдерін қайда алып, эко жасатады. Бірақ ешқандай кепілдік бермейтінін айтады. Келесі айда көреміз. Егер етекір келмесе, көтергенің, жақсылап күтін, ауыр зат көтерме, деп барынша түсіндіріп жібереді дәрігер. Келесі ай болғанша асығып жаңыл күтіп жүр. Өз-өзін барынша күтіп, жолдасы тірлік істетпей алақанына салып, бәрі жақсы болса екен дейді. Барынша күтінсе де, күткені оң нәтиже бермеді. Қатты қапаланған жаңыл бәрінен күдер үзіп, болмады ғой деп бір апта не нәр татпай, бас көтермей құр сүлдері қалды. Келіннің бұл жатысы жанына батқан енесі Жаңылтай, бәрі бір Алланың қолында. Саған перзент берем десе де, бермесе де разы бол. Бұлай жатқаның жарамайды. Ерланды да ойла. Сен тамақ ішпеген күндері ол да нәр татпады. Бұлай егіле берме. Дәрігеріне қайта барыңдар, сөйлесіңдер, деп ақылын айтады, шашын сипап отырып. Бәрінің шешімі бар, дейді. Өзіне әрең келген жаңыл дәрігерге қайта барады. Болмады деп жылайды. Дәрігер сонда, мен не дедім саған, егер болмаса қайтып кел демеп пе едің, дейді. Сендерге салса бәрі дер кезінде бола салу керек, иә? Мен саған 10% ғана салдым ғой. Егер остан болып кетсе, болды, болмаса кел дегенім сол. Енді 100% ұрықты саламыз, дейді. Жаңыл ол кезде қатты қуанған сонша дәрігердің кел деген сөзін естімепті. Міне солай қайта жасалып, бір айдан кейін сүйінші хабар естиді. Бұл кезде жаңылдан бақытты адам жоқ еді. Аман есен күтініп, 9 ай дегенде шекесі торсықтай ұл баланы дүниеге әкеледі. Есімін Жалғас деп қояды. Араға 3 жыл салып үлкен ұлына серік болсын деп осындай жолмен тағы бір ұлды босанып алады. Міне, Жаңыл мен Ерланның 5 жыл армандаған арманы орындалып, 2 ұлды болып отыр. Әжелері көптен күткен немерелерін өзі қарап арманына жетті. Барша сәбилі болғысы келіп жүрген аналарға сабыр тілейміз. Алладан үміт үзбеңіздер.